Жалпы осы немістер не жеп ақылды болады екен? Осы неміс инженерлері осындай керемет бір су жинайтын, жаңғырдың суын жинайтын резервуар ойлап тауыпты. Былай айтқанда қазіргі таңда екінің бірі хай-тек сап кетті ғой, мода деп. Сол хай-тек үйлерінің крышасына жиналған суларды дәл осылай резервуарды забордың қасына тұрғызып қойып, забормен бірге орынды алмайды, ішіне су жинайсыз. Сонысын жаңағы огородқа құюға болады, немесе жаңағы сиыр-пиыр анау-мынау тағы да басқа суаруға болады деген сияқты. Жалпы судың артықшылығы етпейді ғой, фильтр қойып, оны ішсең де болады енді. Негізі жаңғырдың суы без химия өте табиғи, таза суы негізі. Фильтрациядан өткізіп іше берсең де болады. Мына жерде машина жуу деп қойған, машина жумаңдар, негізі жаңғырдың суы деген ол таптырмайтын суға. Жаңғырдың суы мынау машина жууға лучше өтеді. Не дейтін еді ана? Хлор араласқан суды қолданыңдар. Оны мынау қайта жеміс-жидектерге тағы да басқа жерлерге қолданыңдар. Енді әрине мынаны салып жатсаңдар, мынандай нәрсені ойлап тауып сатып алып қойып жатсаңдар.